Құрметті көрермен қауым, бүгін руханияттағы рухани сұхбат бағдарламасында бүгінгі қонағымыз Әбілда Тәжібаев ауылынан келген Гүләсел Әбішева апамыз келіп отыр. Апа, қош келдіңіз. Қалай жағдайыңыз, жақсы ма? Сізді батыр ана ретінде біздің ауданымыздың бәрі таниды. Енді өзіңіздің өмірге әкелген 8 балаңыз, содан өрбіген ұрпақтардың өзі бізді таң-тамаша қалдырып жатыр. Тіл көзіміз тасқа деп айтамыз, апа. 7 қыз, 1 ұл деп жатыр. Содан 66 шөбере, 16 шөпшек көрудің өзі үлкен ғанибет. Ал апа, біз осымен мақтанамыз. Қазақ баласын санамайды ғой енді, қарғам көп болсын деп. Сондықтан да көз тимесін сізге. Қазір енді осынша жасқа келдіңіз, 90-ның биігіне шығайын деп тұрсыз. Бірақ енді өзіңіз әдемі қалпыңызды қалай сақтадыңыз? Өмір жолыңыз қалай басталды? Сізді Шопан апа деп айтуға біз қуанып жатырмыз бір жағынан. Шопан кісілер бұрын қандай болған еді? Өміріңіз жөнінде айтып берсеңіз. Енді менің өмірім осы Шел ауданында орта білім алдым, 57 жылы бітірдім. Содан кейін енді тұрмысқа шығып кеттім. Өйткені ол кезде мен анамның ең соңғы баласымын. Анам кәрі болатын. Әйтпесе еті тірі, мен де жаңағы оқып кететін адам едім. Қой, анамды жалғыз тастап оқып жүргенше, сол енді сөз айтқан өзі адамға ультиматум қойдым. Менің мына анам өзі біреу. Осыны баққан адамға бақсам ғана барам дедім. Енді баратын жерім Найман. Шешем Найманның қызы. Енді бұрыннан таныс, олар біліс, сол сөз салып жүрді ғой енді сосын. Ойбай, апамызды бағамыз, қағамыз. Ешқандай жаңағы енді артық ештеңе болмайды деп. Сондай жағдайменен мен 57 жылы күзде, 57 жылы бітірдім да, күзде октябрь айында тұрмысқа шығып кеттім. Осы Шопан дегенім жоқ. Шопан дегенде ол кезде ешкім шықпайтын шопандыққа. Ол өздері бұрыннан шопан екен. Жаңағы баратын жерім. Өзім жасымдан пысып өскенмін. Әкем 9 жасында қайтыс болып кеткен. Анамыз екеуміз болғаннан кейін етім тірі болып, сол анамды да екеуміз ешкімге қол жаймай, арасында нағашыларымыз көмектесіп тұрды. Оқуды да жақсы бітірдім. Шел ауданында 80 бала бітірдік. Соның шындап айтқанда бір 6 оқуға түстау көпке дейін. Сол кезде талаптаған адам оқитын тұғын. Қиыншылық деген ол өте көп болады малшыда. Ол кезде малға адам бармайды, осы кейбіреулер жылап жүреді. Бірақ менің етім тірлігінің арқасында мен ешқандай мойыға жоқпын. Өзім бардым, өзім мойныма алып, өзім бардым. Сонымен атам, енем, бір қайынсіңлім бар екен, 8 жасар. Мына қоз көрпештің сұлуының атындай, атын атай алмаймын. Баян? Иә, Шелде тұрады. Бар қайынсіңлім, жалғыз баласы екен атамыздың. Сол үйге бардым да қойып кеттім. Мінекей? Иә, ол шалда күйеуімізді ол кезде мына бармайын, келмеймін деген сөз жоқ. Бағынасыз? Алып кетеді бәрін жұмысқа. Атамыз екеуміз қаламыз. Енем аурушаң болды, көбіне доғдырға келеді. Атамыз екеуміз қаламыз. Сол төтеп бердік сол малға. Сөйтіп жүріп, қатты бір қиыншылықтар енді өтті. Оның бәрі бір күндік, 2 күндік нәрсе ғой, өтіп кетеді. Қайтадан жастықпенен бәрін алып кеттік қой ары қарай. Ол неше түрлі қиыншылықтар болды. Осындай болды, ол қиын екен деп. Жаңағы мойып, жаңағы тұрмысымды бұзып, келгенім жоқ. Сол сөйте қалыптастық қой сол қойға. Бір қызық кезең бар ма, апа? Сол Шопан болып жүрген кезде есіңізге түсіре аласыз ба? Қызық кезеңдер көп. Бір нені саған енді айтайын, сәл ұзаса да, бірінші көрген қиыншылығым 58-де туған қызым 1 жасар ғой енді. Көктемде әлі бірге толмаған кезінде көштік. Енем жоқ. Атам жаңа мал айдап келатыр. Сол атам келгенше деп күн бата түстік бір неге. Апарды ғой енді бір жерге. Ол кезде әлі көрмеген, бірінші шығып жатырмыз тауға. Алдында 1 жыл бұрын шығып келгенбіз Сарсуға. Таудың қайда? Сарсуға болған? Сарсуға бірінші жылы шығып келгенбіз, 59-ында жазында бардық. 58-де де бардық Сарсуға, 2 жыл бардық. Содан кейін барғанымыз жоқ. Сол күн бата үйді апарып түсірді. Атам анау жақындап қалды, айдап келе жатыр малды деді. Сосын қараңғы бұл кезде енді оның бәрі қайқа қонады, күн салқын. Мені енді еш керегені иіріп, қос дейді ғой, сыртын жауып әйтеуір паналап, соның ішіне бір қап дән шықты.
қосты, басқаның бәрі жайрап далада жатыр. Бір көрпе ме бірдеңе түсіпті. Тас қараңғы болды. Ол кісілер кетті, атам кеп қалды деп. Кеп қалды дегесін арқа сүйеп, мен кішкентай қызым қасымда ішіне жаңа қайтадан ана теңіз шешіп алуға уақыт жоқ. Бір көрпемен, бір қанарды жақтым әйтеуір. Қанарды алып алып, жағып қойдым. Сөйтіп, енді күтіп отырмыз, атам деп қалады деп қорықпай. Ана бала ұйықтап қалды. Bir özünüz. Жер салқын, ыза, көктемшілік қой ма? Әрі жатырым, бері жатырым келмейді. Сөйтсем, ана тоқты деген жүрмей қалады. Олар ол өздерінде мен барғанда, олар тоқты бойдан мал дейді, оны бойдан мал бағады екен. Жүрмей қалған ғой. Ол малды тастап кету мүмкін емес, қасқыр қырып кетеді. Атам соның қасында қап қойған. Содан енді қорықтым, енді қорыққанмен қайқа барам, жаңағыны жауып қойған ішінде бір көрпе, бір қап дәрімді жастанып, қызымыз екеуміз жатырмыз. Бір кезде бір қора, бір не дейміз ғой енді, бір түйелер келді. Үйір емес қой, үйір енді жылқы деп айтады, түйені. Үлкен бір түйелер келді. Түйелердің де ішінде өгілер болады. Олар енді бұзықтау болып, шаршап, көбігін шаршап адам көрсе, сондай кезде сөйтіп дейтінді еститін мен. Қорқып жатты мен, не болар екен енді, мұнары даладағының бәрін. Қараңғы дала. Қараңғы ғой, тас қараңғы. Бір жылғатын шығар енді. Еш жаққа бару мүмкін емес. Ішінде жатырмын ғой, үндемейтін дамай. Сөйтсем бәрі күйсеп жайылып жүр айналамда. Соларға кәдімгідей арқа сүйеп, енді шаршағанмын ғой, ұйықтап қалдым. Сөйтсем таң атыпты, таң қараңғы алтылар кезі ғой, осы қараңғы кезі. Атам айдап келе жатыр байғыз. Өзіңіз тоңып қалғансыз да? Енді ана бір көрпені жастық ба білмеймін, тоңғанымды да білмеймін, әйтеуір ауырған жоқпын әйтеуір. Сондай бірінші барған кездегі қиыншылығым сол көрген. Азанда ұмытып кетті. Атаңыз келді? Атамыз малды айдап келді ол. Сөйтіп әйтеуір екеулеп жаңа қар үйді құрып алдық. Адам жоқ. Жолдасыңыз қайықта сонда? Жолдасымызды алып кетеді, көнбейді. Ол кезде қырқан болады, үйге жүреді, қаракөз сояды. Соған алып кетеді. Алтын сұр деген болады, көк сұр болады. Алтын сұр дегенді біз қорғады, біздің үйімде жатыр, бір ғалым қорғады. Сонда енді бірінші өткен қиыншылық мен қысқартып айтайын. Сол ұмытып кеттік қой енді. Оңай емес сол кезде бір түнде, бір өзіңіз айдалада. Қасқыр кеп қалса не қылар едіңіз? Ол кезде енді оның бәрін ойлайсың, бірақ әйтеуір адамдар. Алла сақтапты ғой. Адам мықты. Ана түйелердің өзі маған үлкен қорған болды. Серік болды. Айналамда күйсеп бәрі жайылып жүр. Сонымен ұйықтап қаттым. Таң қараңғысында атам айдап келе жатыр. Соны атамыз екеуміз екеулеп жүріп, сол қар үйді құрып алдық. Шаңырақты қалай көтереді ол кезде? Көтереміз шаңырақты. Атам көтереді, жас екен ғой. Оқтың бәрін байлау деген оңай емес. Оны үйрендік қой, бір жыл бұрын мен. Алты қанат қой? Жоқ, кейіннен алты қанат болды. Ол кезде шағын үй екен. 4 қанат па, 5 қанат па, шағын үй екен қараса. Жұрттың бәрі енді ғана үйге қарап, енді ғана. Ол кезде үкіметтің үйде жоқтығын, ол кезде үйлердің кейіннен. Сол өзіміздің үйіміз. Бір үйді құру үшін 5-6 адам керек. Ал екеуіңіз қалай құрдыңыздар? Екеуіміз құрып алдық, атам шаңырақ көтерді, мен оның бәріне үйрендім. Оқты байладыңыз. Оқты үйрендім ғой, 2 жыл бұрын. 58-ден бастап, 58-ден бастап үйрендім, Сарысуға барып. Айдап барды, сол кезде онда да отырдық Сарысуға да. Атаңыз неше жасады? Енеңіз екеу? Сол атам жас қайтыс болды. 62-сінде қайтыс болды, жаман ауру келді. Соған дейін атамыз екеуміз көрдік енді. Бейнет шалым неміздік, күйеуімді алып кетеді. Дереу партия өткізіп, қатардағы шопан болды. Шалым емес қой өздері. Жаңағы қарулы. Молдашев Ахантай көкеміз. Қарулы, партия өткізді. Сөйтіп бір шопандардың ішіндегі ең әйтеуір. Мықтысы, алдағы, озаты, жеңімпазы болды ғой. Ол кезде мынау елдің қалпымыз дейді, алға баста болды. Енеңіз неше жасында кетті? Енем ол бері 78-де қайтыс болды. Енді жолдасыңыз жаңа апамды қолыма алуға көмектесем деп сол уәдесінде тұрды ма? Уәдесінде тұрды. Атам қой, күйеуімде тұрған ештеңе жоқ, атам да ғой. Мен 2 жылға дейін апам өз шешейді де әкемнің қарындастары бар тұғын, сұрада отыратынбыз. Бармайым әзір, менің күшім бар, төркіндерім бар, ана қайын жұртым бар, балаби ұлтының қызымын, балабидің туысқандарымыз бар, қыдырып барып кеп тұрам, сенің қолыңа барып бармаймын деді.
сөйтіп жүріп 2-3 жылдан кейін барып енем ауру бола бергесін менің баламды бағуға да керек болды ғой. Иә. Сол тербетіп отырады, қатты кәрі емес ол кезде. Иә. Анам 65-66 70-терге, бірақ бір аяғы шамалы жарым жантығын. Қатты қайырып жұмысқа жарамайды. Алдап, еш уақытта бетіне келген емес, апа деп, апамызды сыйлап, қолдап, сол үйден шықты ғой. Иә. Қолымнан атқарылды. Бір ауыз апама. Күйеуім өте жақсы кісі болды. Өте керемет. Өте кісі болды. Неше жыл шопан болдыңыздар? Айналайын сол шопанды айтсам, анау абайдың сөзі бар ғой. Бір сенде бір кірпіш бір дүниеде кетігін кетті барқалады. Біз 2 кірпіш болып қаландық ау деп ойлаймын. Әні. Сол 57-ден шалым 93-те шықтым. Мен 88-де шықтым 50 жасымда. Ана. 30 жылдан астам уақыт. Мен 30 жылда шықтым, одан кейін 5 жыл жүрдік қой тағы да. 35 жыл. Мен шалым сол тағы 5 жыл жүрді, 45 жылда шықты. Кейін бәрі түзелді, бәрі жақсы болды. Бірте-бірте қалыптасты. Осы кезде кәтеш соғып алады ғой. Иә. Мен енді етім тірі болды ол. Мақтанғаным емес. Не көрсем соны бәрін істейтін болдым. Шүкір Аллаға. Ақ киізден киіз басып. 4-5 жылдан кейін қазір енді бір үлкен үй соғып алған үлкен бір не ғой. Иә. Малшыларға сондай үй соғып алу деген. Өзі жағиды ғой. Көтеру деген. Соның есігінің шиіне дейін ұрап бәрін үйрендім. Анам кермет оқиды екен. Бау шаудым, соған дейін үйді көтерем деген. Алғыр болған бәрін тоқыдым. Жазда отырып. Қыздарына жаңағы ширатқызып қоямын, қар үйдің есіне салып. Әнекей. Анам жаңағы көрсетіп береді. Тоқыған ғой уағында. Соның бәрін қағып алдым. Үй көтерді енді. 5 жылдан кейін әппақ ақ үй көтеріп, кеудеді, үй болып шықты енді. Сосын енді қызықшылық көп, шалымыз енді көбіне домбыра тартып, күреске де қатысты. Мінекей. Домбыра тартып, 7-ші класты ғана бітіріпті. Малшының баласы ғой, оқи алмапты. Бірақ өте алғыр тұғын. Алғашқыда гармон тартып еді, ол көшіп қонып еді. Зейінді болды ғой. Үйренді өзі, бірден үйреніп алды. Сол домбыра тартып, соқтырып әкеледі осы Ақтоғында Мұхтар деген кісі бар, атамыз бекер. Иә. Домбыра тартады. Ол енді домбыра тартып өлең айтқан адам көп үйде тұрмайды екен. Қыдыруы көп қой. Тойға шақырады ғой. Сол ана үйде отырсын, мына үйде отырсын. Қызғанбадыңыз ба ол кезде? Онда қызғану деген ойымызда болған жоқ. Еш уақытта ойымызда болған жоқ, оның да ойында болған жоқ. Қазіргі жастар қызғанады ғой, дереу жаңа кетсе, бірге бармадым деп. Ол кезде 1,5 адамдар болды. Сол алғашқы көршілерімді айт деп, енді айтайын енді, алғашқы көршілерім үлкендеу кісілер болды. Бірінші көршің таңла дейді ғой. Иә. Сол кісі маған үй алма көрші ал дейді ғой. Сол көрші болып отырғанда көбіне ақыл айтады. Жаңағы үндеме, енеңмен қақтығысып қалма, шамалы әңгіме айтса тыңдама. Ондай не болмады. Жаңағы мен енді бір көтере алмай қаламын, жалғыз қыз болып өскенмін ғой. Анау мынау болады ғой, семья болған. Семья болғасын болады. Саяқ сылдырламай қоймай. Еш уақытта оған ой берме, сен осы үйдің ең тірегі сенсін. Деп сөйтіп маған ақыл айтады. Мен айтамын, бірінші менің семьяны ұстап қалуыма сол үлкен кісілер, ол бірінші семьяда менің сол ақыл айтқан кісі мына соғыс ардагері Уәлихан деген арғын кісі, мына Алғаныста болды, әйелі Ұлғиба деген кісі. Өте сырбаз, біреудің сыртынан өсек айтпайтын, әңгіме айтпайтын. Ұлағатты кісілер тұғын. Қайтыс болып кетті олар енді, үлкен кісілер тұғын. Біраз жыл болды, қайтыс болғанда көбін көрші болды. Тауда да, малда да, үймен көршіде болып отырдым жаңағы. Мінекей жақсы. Сол ақылдарын айтып отырды. Өзім де зерек болдым енді. Анамыздың енді бізге айтқан ақылының біреуі былай, арасында енді айтайын. Анау енді малшыда, далада малай айдаған, мал іздеген адамдар көреді ғой. Таудың бір беткейден бір ат келе жатса, осы қыздарым өсіп, әпешектеулі болып қалды ғой енді, қолғанақта. Шай қойып қойымдар, шай қойып қойымдар. Анау кісі келе жатыр. Құдайы қонақ келе жатыр. Күлдеп келе жатыр ол дейді. Күледі ол, күлеміз сол. Кесімді алды менен. Ай, осы үйге түседі, осы үйге қарай тікелеп келе жатыр. Соны қоймағасын қыздарым беру, 2 самауын алып жүреміз. Осы қыздарым осы, нағызым зерек болдым, нағызым дамдар мейрам қойып, Естамнан келген. Шайды қойып қояды. Жаңағы айтқанында үйге келеді. Ыңғайлы өсіп сол үйге отырамыз. Менің қыздарына үйреткен ең үлкен сол, ай, кісі келгенде әдемі көрпешені салыңдар,
күйіп кеткен нан болса далаға нан жабылады ғой. Өздерің жеңдер де бір таба нанды қалай да сақтап отырыңдар. Біреу өлсе ұялып қалмаңдар. Бірасын етін де сақтап отырады. Оны болса да жанбасты түр-түрімен сақтап отырамыз. Онда ыстық болады, холодильник жоқ, тұздап кептіреміз ғой. Кептіресіздер, пештің ішіне салатын. Анам да жақсы болды, тәрбиесі сол болды. Менің қыздарға берген тәрбием де сол болды, соны істеді. Адам бесе жиренбей, шаршап отырса да, басқа болса да. Анаңыздың айтатыны кісі келгенде қабағыңды ашып күтіп ал дейді ғой. Сол анау кісіге де айтып шай қой дегеннен белгілі ғой енді. Как раз үйге әжем айтқаны болды деп осы отыр мына екі қызым. Әсіресе анау біреу үлкен 5 жастан келді, одан кейін 2 жас кіші, 3 жасқа жақын. Сол енді қыздарым бірінен бір өсіп біздерге көмек болды ғой, ол қиыншылық, қызықшылық дегендер көп болды. Көп, Апа, қасқырмен де қалған жеріміз болды. Айта берейін ба? Айтыңызшы сол қасқырмен қалған жеріңізді. Ол бір осы мына отырған Мейрамгүл деген қызым, анау кейін келген қыздан. Қызым өте ширақ, пысық болды. Әр бала әртүрлі болады екен ғой. Ана шалдарымыз осы жайлауға барған кезде малдан одан жерге әкеп тастайды, жүрмейді ғой енді жай. Сосын алдынан осы шығады. Шығады ғой бәрі де. Енді үйге қарай әкел дейді да, шөлдейді, үйге ертелеп шауып келеді. Бірталай жерге бір 2 километрге көрмейтін жерге тастап келеді. Айдап кел деп жіберген ғой. Содан осы қызым айдап келе жатыр, қойды. Үйге келді дағы, қысқартып айтайын, жылап жіберді. Ой, не болды, Мейрамтай дейді осы қызымда. Мейрамтай не болды? Бір қасқыр, бір қозымды ап қалды дейді ғой. Ой, бір қозым тимегенін қарасай. Тимейді, қасқыр адамға тиген жоқ. Şu уақытта ол мал менен адамның сұсы бар ғой. Ол болды енді бір жарым далада қасқыр адамға тиді дегенді естіген жоқпыз, малға тиді. Мал далада жататын тұғын. Сыңғыра дегенді білмейтінбіз. Тек далада жатады. Қытыра, талай тиіп, талай алысты ғой қасқырмен. Қайта өзіне шаппаған екен қандай жақсы. Жылап, ой, ол бір қозын тапқаса ештеңе емес, басқасына тимесе деп. Осы мына қызым сол әлі есімде. Сол 3-ші, 4-ші оқитын кезі ғой. Осы қартайғанның белгісі ғой, менің ең туысқанымдай болып, менің ішкі бауымдай болған құдаларым, менің мына Мейрамгүл деген қызым, күйеуінің аты Мұхамеджан, соның үлкен әкесі Досман деген кісі болды, 105-ке келіп қайтыс болды. Мінекей қандай тамаша. Сол құдамыз, сол шал, менің осы көші болып жүріп, мына қызыма сер салып, көз сала берген ғой, бұл оқып жатыр, Ташкентте. Оқып жүргенде үйден шықпайды ғой, осы қызды бер деп. Ойбай, бұл қызды қайтып берем, оқып жатыр ғой, жұмыс істемей ме? Деймін ғой, жоқ, бұйрық болды, сосын бұдан бұрын 2 қыз тұрмысқа шыққан. Сосын қызыма айттым, мынау 105-тегі шалдым. Ол кезде енді 100 жыл, 7-8 жыл, 10 шақты жылдан артық қолымда болды. Түйе бағады, жаңағы. Басқа балдарының бәрі бөлікті, ортасында Биғасы деген баласының қолында, осы соның баласына, осы қызым тұрмысқа бердік. Қолдап береміз деп отырсақ, ол қызым күйеу баламды қорқытқан ғой, сенен басқа адам жоқ дейсің ба деп бір отырыста, ауылда. Көре көзге 4 бала, оны ат бітеді екен дегенде алыпқа қашып кеткен ғой, қолдап береміз деп отырғанбыз, тауда отырғанбыз. Хабаршы барып тұр, хабаршы үйге кетті, ауылдағы үйге, абысындарым атқарыпты. Мені тойғап келді ғой біраталар. Жаңа күйеу бала болып келеді, әйелі Шәмшия деген одан мен сіңлеріміз болып келеді, Күрлеуовтың қызы. Соныменен бұл жаңағы 8 ағайынды жерге келіп түсті. 10 жыл оқуды бітіріп келді, 10 жыл сол түйеде жүрді. Атасының қолында. 7 ұлдың ең үлкенінде. 6 келіні бар қазір. Бәрі осының айтқанын істеп, бәрі алдынан өтеді, өзінің 3 баласы үйленді, қыз үйленді, оның балдарының бaldары үйленіп жатыр. Осы үйдің ең үлкен шаңырағы осы қызым, отанында кіші баласы отыр. Сол құдамды телевизорға түсіретін болып, тауға сол кезде жаңағы Алматыдан көп қадірлейтін еді ғой. Жадыра Таспанбетова бар қасында. Алматыдан нелер келіп. Социалистік еңбегері. Еңбегері бәрі келіп, қойшылармен сұхбат, түйешімен, жылқышымен сұхбат алып, бір-бір не түсіретін болған ғой. Құдамыздың үйімен екеуіміздің арамыз біраз жер қашық.
сосын алар жоқ, бұның енесі өзімен бірдей босанды. Енесі де Жасы туған екен ғой. иә, соңғы баласын бірге туды. Сол құдағайым туып ауылға кеткен. Бұл қызым да сояқта, бұл да туайын деп отыр. Сонымен шал қалған ғой енді. Басқа бір ер балдармен қосылып түйе деген енді. Далада жататын мал ғой. Иә. Ойбай, сіз бармасаң болмайды деді. Соныменен менің қайынсіңлім депутат болды қойдан. Осы Жадыра Тасмамбетовамен бірге жүрді. Бірінші соларды түсірді. Үйдің қасында тұғын. Оған қызмет істедік. Тахауи Ақтановтың баласы дегені ойымнан кетпейді. Біреу режиссері сол. Ол қиын екен ғой түсіру деген. Бір эпизод түсіріп кетеді екен ғой. Соны соларды күттік. Сонымен ана құдамның үйіне кеттім, машинамен алып кетті. Ана кісіні, үлкен кісіні түсіретін болса қиын ғой енді. Жадырамен кездестіреді, герой Жадыра. Сонымен сояққа барып, анау түйенің үстінде жазы деген болады енді. Жазының үстіне үлкен кілемді жауып, құдамды мінгізіп, таудан түсіп келатыр. Анау Жадыра вазикпенен алдынан шығып келатыр, түсіп, амандасып жатыр. Сондай эпизодтар түсіреді екен ғой. Соларды түсіріп, құдамды жаңағы телевизорға түсіріп, келіні де екеуі де ауылда туып жатыр. Біреуі туайын деп отыр, біреуі туып қалған. Арасы бір ай, кішкентай қайнысымен екеуінің, үлкен баласымен екеуінің. Сондай да қызық болды. Мен өте сыйлы болдым. Төрімнен саған енді бір нені айтқанда бір Найманның қызы осы тәлім алатын нәрсе екен деді. Малда отырады ғой. Малда отырған кезде арамыз жақын. Қойды қайырып жіберемін де мал бағамыз ғой. Шалымыз олай кетеді, бұлай кетеді, жиналысқа кетеді. Бағамыз қойды. Жүгіріп барып амандасып кетейін деп кірсем, ана көрпеше төсеуі жатады ғой енді. Соны ана келініне Шәмшия аты, сіңлім болып келеді. Шәмшия тұр ана жүктен таза көрпеше алып сал дейді үстіне. Жоқ, кетейін деп жатырмын, мен кетейін деп жатырмын деймін. Жоқ, сал дейді. Ол құрмет дейді. Қошемет. Ол әркім оған отырып кетіп жатыр. Сенің орның бір бөлек дейді. Сол 100-ден асқан кісі маған жаңағыдай бір бөлігі. Соны бір Найманның қызын айттым. Қазір анау Азамат деген хирург бар ғой. Соның шешесі Розаға қайынсіңлім болып келеді ғой да Найманның қызы бар. Ойпырмай, мынау бір ойлап қояды. Өнег екен деді. Сол менің ойымнан қалмайды. Ол үйіне барса кез келген жерге отырмай. Сол тәрбиені барлығын алуға болады. Үйінде көрпешені таза ұстап отырып, кесе жүріп жиренбей отырып, бәрі төсейді ғой қазір. Неде көп көрпешегі. Мен өзімше өзім. Сол кездегі тәрбие ғой. Тәрбие сол. Кісіні 105-ке деп қайтыс болды. Неғанша осы қызым қолында жүрді. Баласы бірінші оқитыннан бастап үй әперіп, бөлек шығарды. Апа, сол кезде басшыларыңыз кім болды? Ферма басшысы болатын, бірге жұмыс істеген азаматтарыңызды атап өтсеңіз сол кездегі. Бұрынғы басшымыз мен 58-лерде күн болғаны ойымда жоқ. Әзімхан Смайылов келді 59-та. Бұл кісі біз сол кезде сырда отырдық. Бұл кісіні бірінші көрдік. Сонда бірінші бұл кісі тазалыққа қарайды екен. Ол кезде мынау қазір Алғабаста Сөн деген баласы бар, мектеп директоры. Сейпіл деген кісі ферма болды бізге. Сол қасында Зейнина деген кісілер бар, олар ферма болды. Ферма болды да анау кісі бастық болды, ана кісі қойға ферма болды. Сондай кісілерменен Тұрмантай деген кісі Алғабаста Байсары, ол кісі де жаңағы ферма болып бізге. Көп жыл бірге біздерменен жұмыс істестік. Көбіне біз енді Алғабаста ескі, сол көп нелеріміз 75-те бардық қой бұл. Мал совхозы болып ашылды ғой. Келгөл совхозы болып ашылды ғой. Сосын олар жоқ сояққа көшіп барды. Бірге жұмыс істеген азаматтарымыз сол кезде шопырлар болды. Еген деген шопыр болды. Сол жаңағы Зеңгібай деген шопыр болды. Солар бір адамымыздай барса жаңағы ауылға туысқан сияқты ауылға жаңағы ақшамызды беріп жібереміз, ананы әкеп бер, мынаны әкеп бер дейміз, жиі бармаймыз ғой ауылға. Бір адамымыздай соларды күтіп жүрдік. Малшылардан көп кісілерменен бірге отырдым. Қазір әйелі бар, түйе бақты. Насыр деген құрдастарымыз болды. Жақсыгүл деген әйелі бар қазір. Бар, Насыр дүниеден өтіп кетті, Алғабаста олар. Ол Ахан деген менің шалыммен құрдас кісі Байсары қайтыс болды, әйелі бар Нысан деген. Көп жыл бірге жүрдік. Одан кейін жаңа Тортай деген құрдасымыз болды. Мінекей. Құрдастарыңыз әлі де бар ғой? Сол біреу кетіп қалды. Сол құрдастарымыздың Нысан әйелі бар, Жақсыгүл бар, Айнаш бар. Сол әйелдер қалып жатыр, ер адамдар өзі. Ерте кетіп қалды. Ертеден кетіп қалды. Апа, кеудеңізде жарқыраған
медальдар тұр. Осыны қандай еңбегіңіз? Біреу алтын алқаңыз тұр. Енді ол белгілі 8 бала тауып алтын алқан алдыңыз. Ал одан кейінгі медальдар? Одан енді бізді мынау ардагерлік теңестірді ғой бізді. Тылда жұмыс істегенде. Тылға жұмыс істегенде теңестіргеніне біз кешірімдік қой шамалы. Соған 75 жылдық медалі. Мынаусы. Мынау 80 жылдықта. Жоғарда. 80 жылдықта биыл 25 жылда берді. Иә. Әлекей, осы еңбегіңіздің жемісі ғой. Қанша еңбек еттіңіздер. Үкіметіміз сіздерге көмек көрсетіп, құрметтеп тұрады ғой, жыл сайын шақырып сіздерді. Шүкір Құдайға. Иә, шүкір Аллаға дейміз. Енді туған туысқандар бар апа. Мыңғарғаңыз аман болсын, сол мыңғарғаңыздың қолындасыз ғой қазір. Иә, сол бір балам ғой. Шүкір Аллаға, сол 7 қыз, 7 жағыңыздан жаңағы құттықтап келіп жатқанда сіз бақытты анасыз деп есептеймін. Бақытсыз ғой? Әрине бақыттымын. Ол мысалы, мен мысалы қазақ санын айтпайды дейді. Қазақ ырымшыл ғой негізі. Ырымшыл, иә. Құдайдың бергенін мақтанып айту керек дейді. Дұрыс айтасыз, иә. Мен өзім бір ата баяғы Голошок кезінде қуғын сүргін болып, ата әке шешелеріміз туған туысқан әкемнің інілерінің бәрі атылып кеткен ғой, бай қуған болған. Жаңағы менің әкемнің әкесі сол кездің әкімі ғой енді. Ағасы бай болыпты. Ол кезде де ауылнай болып сондай болған екен. Соның ұрпағын шашал десе басалып, неағындағы бәрін жойған ғой. Жойып атқан кезде бізді менің нағашыларым өте мықты оқыған адамдар болыпты. Рахат Төлешев осы мен газетті, кітапты, әдеби кітапты көп оқыдым. Осы жаңағы газетті оқып отырсам да бұны рубрика жазады ғой астына. Сіз білесіз бе дедім. Нағашымды жазып қойыпты. Рахат Төлешев осы Шелде бірінші райком болған кісі екен. Мінекей. Сол нағашым енді сендерде 30 жылдықтан ғой ол балавидан. Жоқ, нағашыларым Найман ғой мен. Найман, гиганттікі, Түнкөлістікі. Түкпілікті жері Түнкөлістікі. Қара бес бала шеше. Қодаманов ауылы. Содан әке шешем айтқан ғой, бәрін жойып кеттіңдер, сендерде қалмайсыңдар енді деп, мына жаңа ұрғаннан 3 баламенен мінгізіп жіберіп, сонда үй жайымыз қалды, тек нан алып, талқан алып, үстеліне 2 киетін киім алды деген ғой. Сонда ел жетіп қалған қыз бір, ол тағы бір емізулі қыз үшеуіменен. Аман қалу үшін. Қызылшаменен қайтыс бола берген ғой, ол бала туыпты анамда. 3 жыл 7 қыз туыпты. Сен маған ұстадың ау дейтін тұғын, қызым көпте. Сөйтіп айтатын. Сол Ташкентке көшіпті, ол кезде мен жоқпын атыменен. Сөйтіп сояқта біз біраз жыл отырып 8 оқып жүргенде бар. Әкемнің қарындасы осы Шел ауданында тұрады. Өзбекстанда қап қояды деп, барып 54 жыл көшіріп әкелді. Сол 8-ді содан бастап осы Шелде оқып, ол кезде 10 жылдық қой. Бітіріп, сөйттім сол Сейілді Төлешев баласы, социалисті Қазақстанның редакторы, әрі жаңағы журналист әрі. Оларды да бір күні оқып отырсам, Алашорданың қолдалағы 48 ненің ішінде сол нағашымның баласы Сейілді Төлешев бар екен. Ол да кетті. Иә, оның балдары да бәрі қазір кетіп жатыр енді олар. Содан енді ұрпақтан қазір енді білмеймін, бір қыз қалып еді, ол да қайтыс болды, 2 жыл болды. Солардың баласының қызы қалып еді. Балдарынан білмеймін, ешкім қалған жоқ деп ойлаймын. Өйткені сол ойы көрмей кетті. Сол нағашымыздың арқасында біз сол Ташкентнің қазақ жерінде отырдық, орыс мектебімен бірге оқып. Бірге оқыдық сол кезде. Өзбекстан болғанмен тең жарысы қазақ екен ғой. Иә, жарысы қазақ ауылдармен отырдық, орыс мектептермен. Негізі нағашыларым өте білімді, сауатты болған екен. Мен оқысам мүмкін бірден оқып кетермін. Иә. Әдеби кітаптарды көп оқыдым. Әлі де сіздің неңіз мықты болып тұр, апа. Әдеби кітапты оқыдым дедіңіз, есіңізде бар ма қандай кітап екен? Әдеби кітаптардың мынау, ол енді абай жолдарын оқып, сол кезде қатты ден қоймайтын ақ қой кітапқа. Оқып сырғып қызық қылып оқып кеттік қой. Басқа кітаптарды көп оқып, менің осы қазақ несінен жаңағы мөлдір махаббаты бар, анау Совет Мұқановтың, Әзілхан Нұршайықов. Солардың кітабы бар, оқыдым. Олардың бәрін сырғатып оқып, малға да алып кететінмін, сонда күледі екен. Ескілікті үлкен қойшылар бар, жас қойшы жоқ көп. Мына келіні оқымыс деген кітап оқиды екен деп мені күледі екен. Шалым да әдебиетші кітап оқыды.
өте Кітап жақсы оқыды. бір-бірлеріңізбен үндесіп жақсы қосылған жандасыз. Кітапты жақсы оқитын, жаттап алатын, тез жаттап алатын. Сол қыса қылып айтып отырады. Қимақұлақ деген болады ғой қазақта, сондай кісі болған ғой. Мінекей кітап оқығаныңыз мынау өзіңіздің сауатты екеніңіз байқалып тұр да. Апа, енді осы көршілеріңіз бар, туған туыстарыңыз бар, бір-біріңізбен қатынастарыңыз қалай? Біз енді осы Найман дейді. Сол менің шалым 2 ағайын екен. Сол қайнағамызбен екеуміз Алғабаста бірге жүрдік қой, олар да мал бақты. Атын атай алмаймын ғой енді. Пәлен, оның да пәлен баласы бар қазір. 4 қыз бір ғана қалды. 4 ұл еді. 3-еуі қайтыс болды. Бір ғана қалды. 75-ке келді. Қалғандары қыздары бар, ол да өніп өсіп жатыр. Қыздарының өзі келін алып сөйтіп жатыр. Іргеміз айыраған жоқ. Мінекей Сол қажет. бірге, мысалы мен келгенде 19 жаста келсем, қайнағам 30-дегі. Біздерге кәдімгідей жаңағы Үлкен кісі үлкен кісі ұқсап, ақыл айтып, соларға арқа сүйетіміз. Солардың айтқан жаңағы бізге айтқан ақылын алатын біз. Ауызбіршілік бар, іргелеріңіз сөгілмеген. Ағайындар бір-біріңізбен ынтымақпен қатысасыздар. Сөйтіп қатысып, бірденнен осы Телбөлге малшы болғасын көшіп кеттік қой, совхоз үй берді оларға. Біз үй сатып алдық, бір прорабтың үйін сатып алдық. Оларға совхоздың үйін берді. Сол жақта тамдарын сатып, қайнаған үйді көшіп келді. Балдары енді ержетіп, енді келін алған, 2 келін алған. Сол келіндердің жегізатын төбемізге өтеріп сыйлап, сол біздің бір туысқанымыздай бәрі, өзіміздің жаңағы бірге туған ағайынымыздай сыйластық. Оның барлығы мына көкіректің, пейілдің кеңдігінен. Апа, енді жаңа ұл-қыздарыңыздың бәрін оқыттыңыз. Ұлыңызды ұяға, қызыңызды қияға қойдыңыз. Енді сол өткен күннен өкінішіңіз бар ма? Мен енді өткен күннен адамның өкінішсіз өмір болмайды еш уақытта. Осы жаңа 7 қыздың біреуі дүниеден өтті. Ол акушеркалықты бітіріп, фельдшер акушерканы бітірген. 97 жылы бірденнен жүректен қайтыс болып кетті. 18 жыл істеді, бәрі жақсы көретін. Аты Дүйсенкүл қызым. Ана қыздан кейінгі қызым тауынан, көлінен кейінгі. Ол 40-қа жетпей кетті ма? 40-қа жетпей кетті. Оның 4 баласы қалды, жәудіреп. Оның ата-енелері қайтыс болған. Кәрі кісілер тұғын. Ол кезде жоқшылықта ауылдағылар тарығып отырады. Солардың сол уақытта қатты өкіндім ғой енді, әлде де айтсам, әлде де көңілім бұзылады. Бірақ шүкір деп тобашылық жасайсыз. Балдарына бір қыз, 3 баласына өзіміз көмек бердік. Қызым қор болмасын деп, ана бер жағында кейін келген қызым, бұл оқыған Теміртауда үлкен жоғары оқуын бітірген. Сол кезде бірденнен бәрі тоқырау болып кетті. Тоқырау болып кетті. Бұл жаңағы инженерлік бітірген сол. Бұл қыз енді саудаға айналысып кетті кейін. Сол қызды оқытты бұл, юридическийді қызды. Ол оқуын бітірді. Өзіміз оқып, өзіміз бітірдік. Балдар әр жерде жүрді, үйтіп, ақыр аяғында өзіміз еге болып, осы қызым бәрінің жұмысы жоқ, Аладор арқалады ғой жүр. Сол кезде Астананы көрейінші мен деп шейінде үй бар тұғын. Астананы көріп келейінші деп кетті. Келмей қалды, бұяқта жұмыс көп екен. Соның осы қызымның артынан бәрі менің қыздарым да, жаңағы қызымның балдары да Астанаға кетті. 2 қызым да кетті Астанаға. Жұмыс болмай жатыр ғой. Сонымен сол ең бір қуанышым соның 4 баласы жетілді. Қызы сонда істейді, оқығанның арқасында. Ана 3 баласы оқи алмады, оны пәлен оқыттым деп айтамайым. Бұны оқыды, ана қызым бухгалтерлік оқыды, бір қызым қайтыс болған доғдырлық бітірді, одан кейін бір қызым доғдырлық бітірді, 2-үшеуі оқымады. Қазір енді баламның 5 баласы бар. Бәрі грантқа оқып, Астанада. Мінекей қандай тамаша. Бірін-бірі сүйреп кетті ғой. Енді баламның балдары жетіліп жатыр. Апа, осы қазірде көбінесе бір айтып жатады, бір пайдалы өтірік болады деп. Өтірік айттыңыз ба? Өтірік айттым деп айтамайым. Еш уақытта енді мүмкін бір пайдалы өтірікті ойымда да жоқ. Бір алдаған кездеріміз болған шығар, анау шалдар көп қыдырып кете береді ғой. Ол кезде телефон жоқ қой. Сол ана мал деген оңай емес қой. Сол өтірікті сол шалға айтатынмын. Үйге кісі келіп қалды. Пайдалы өтіріктер ғой. Ол енді малды ұстауымыз керек қой, балдарымыз майда әлі.
сондай өтіріктер айтым-ау. Апа, жаңа қараша үйді өзіңіз әдемі 6 қанатты үлкен қылып жасадық дедік ақ үйіңізді. Содан жұрнағы қалды ма? Жұрнағын кешеге дейін, осы 4-5 жылға дейін болды, жұрнағы қалып еді. Сол бір күйеу Ұстап тұту қиын болды ма? өзім ұстай алмай қалдым. Осы біз майшыға үй апаратын едік ғой. Майшыға өмір бақи төрді күні малшылар күні еді ғой. Үй апаратынбыз, сол қара үйімізді апаратынбыз. Малымызды біреуге баққызып, соған барып, үй төгіп, сол өзіміздің келетін басқа бір ауданның кісілерін күтеді, үйтеді, әйтеуір қара үйді тастамадым. Кейіннен атпен қаптайтын болды, тастамадым көп жылға дейін. Ағашына дейін айырмай жатырмын. Бір күйеу балам алды да құртып жіберді. Малғашы. Апа, енді мынау ұлттық салт дәстүрді қазірде көп деп дәріптеп жатырмыз. Соның ішінде сол ұлттық дәстүрде өзіңіз мінекей әдемі камзол киіп отырсыз, ою-өрнегі бар. Соны күнделікті киесіз ба, жоқ наурыз айында ғана киесіз ба? Мен күнделікті киемін. Мінекей, ал балдарыңыз ше? Балдар енді бұларды жаңағы наурызда киеді бұлар. Неге? Білмеймін ғой. Енді үйде ілініп тұр, осы ертең сәуірде, 7 сәуірде туған күнін атап өтеді әйтеуір. Сол айтамын ғой, киіңдер. Осының біреуін киіп аңдар, болмаса деп. Наурызға ғана киеді бұлар. Бұлайша кимейді. Мен өзім сол күнделікті ана үйге мінеге қыдырсақ, осындайдан. Бұл ұлттық салт дәстүріміздің ою-өрнегі ешқашан қалған емес. Сол киізге басқан кезде де, кілем тоққан кезде де соның бәрін ою-өрнектерін қалдырып, мысалы Өзбекстанға барсаңыз ала топысын киіп жүреді. Бізге неге тақиямызды киіп жүрмеске дейміз ғой. Ал енді апа, ұлағаттылық деген үлкен нәрсе. Өзіңіз балдарыңызға айтып отырған бір мақал мәтеліңіз, үнемі айтып отыратын тыйым сөзіңізді атап өтсеңіз. Мен енді осы балдарыма ең бірінші айтатыным осы. Осы қазір сықылдап бір әңгімені ұлғайтып, жаңағы бірінің сыртынан біріне сөз айтуға құмар ғой. Ол мақтанғаным емес, балдарым ондай сөзге жоқ қыздарым. Анам соны нағылып еді, ана бір жас кезімізде біреуді ана екен, мындай екен десе қосылып отырамыз ғой. Айтпаңдар ол. Қайдағы сол үйге барып, соның өрмегін құрып беріп, үйтіп айтпаңдар. Сол сөзді мен өзім көкірегіме сақтадым. Біреудің сыртынан жамандап, қыздарым да сондай. Балам әңгіме айтпайды атыменен. Өзі томаға момында үндемей, жұмысына алмақта. Ол енді оқымады бір бала болып. Мынау неден тракторист оқуын алды, сол кезде бір бала болды ғой енді. Бірақ жаңағы жастай үйлендірдік, біреу қойды. Дұрыс болған. 3 ұл 2 қызы бар. Уақытпен санасасыз ба? Уақытты мен құр жібермеймін. Мен күнделікті кешеге дейін машина тігіп отырамын. Мінекей. Биыл жазда да машина тігіп сабақта басам, үзілмесе болды. Жаңағы соны егін қап, менің ең асырған нәрсе машина тіктім. Сосын қар үйде жүріп, бауыршық тоқыдым. Шиін тоқыдық, киіз бастық, ойып. Сол балдарыңызға үйреттіңіз ба? Қайсысы соны меңгеріп алды? Бұлардың енді бәрі осы машина тігу, үстіне қарау, тігіс-пігіске бәрі де жақын, бірақ бәрі қарады деп айтамаймын. Онша айтамаймын, бірақ мен малда жүргенде бұлар ұршық үйреп, мен соны ширатып беріп, ананы көрсетсем тоқып, бұларда киізді бәрін үйренді. Бәріне жаңа ойып салып, ши тоқыдық қой, киізді сағанда шабақтап. Астанада Жанка дейміз, Жанар деген қызым бар. Сол қызым тұрсалып ұшты ғой. Тұрсалап, екеу-үшеу болсақ та басып аламыз ғой соны. Дүниені жинағанға қалай қарайсыз? Дүниеге қатты жинап, мен қатты жинап үйген жоқпын, бірақ үйдің көрпеше көрерім, кісі жаңылатын төсек орында ақпен қаптап, кісінікі мынау. Кісі келгенде ұстайсың, кісі келгенде төсейсің, ұялмайтын. Келіндім енді біреу ғой, мен істегесін ол істемейді ғой енді. Бала шағалы болды, басқа болды. Соны ұстандығым бар, жинап үзілмей отырамын. Құрақ көрпешелерді істетемін, өзім тіктім деп айтамаймын. Өйткені қартайдым ғой енді, малдан шығам дегенше. Бірақ басқа нәрсенің бәрін тігіп, былтырға дейін тігіп, биыл жазада 3-4 көрпешені қаптап, астап, машинені шығарып қойса, қайтадан әкеп қоям дейді. Ол өзіңіздің шапшаңдығыңыз, алғырлығыңыз. Апа, осы көршілер бір-бірімен бәсекес болып жатады. Ағайындар бәсекес, анау там соқты, мен қап қойдым. Ол мынандай дарбаза соқты, мен одан 2 есе дарбаза соғайын. Және ол той жасап еді,
ол 100 адам шақырды, мен 200 адам шақырамын, неге одан қалам деген бәсеке бар ма сізде? Ондай деген атымен жоқ. Біз мысалы сол совхозға келгенде прораб соққан там екен, жақсылап гүлдендіріп. Сол мақтанған емес, сол ауылдың ең алды болды. 78-де көшіп келдік, 77-де соғып бірақ отырыпты. Сонымен сояқта құдамыз бар ма, жаңағы кемпір құдасын болды деп едім, соның қайынсыңысының күйеуі прорабты. Оларды жұмыстарымен ауыстырып жіберді, жүйрекке. Сол там сатылайын деп жатыр екен, біз как раз шалым ауылға енді орталыққа келдік қой, 78-де көшіп келдік. 78-де келмеген біз әлі, алға баста отырғанбыз, қатынап. Майда ауылға келіп кетеді, қойдан босап өгіден. Бір-екі күн қыдырып, алатындарын алып, беретінін беріп ауылда. Тамадық деп барып тұр, ойбай немене қалдың? Алдық. Сол кезде осы заманның несімен өте қымбаттанды. Әдем ауыз деген там екен. Соны алдыңыздар. Соны шал бір теңгесі жоқ алып бардық. Алып бардық деп. Құдамыз айтып, күйеу баласы прораб. Осыны ал деп. Сол тамменен отырмыз. Соған бейранды қостық, серанды қостық, каркас фундаменті әлі деседен. Оны басқа тамға айырбастамайым десеңізші. Айырбастамайым, ол соғып атсақ қойды мен. Дамылай Астанаға барған үлкен немерем кемпір шалдың баласы болады ғой. Ауылға жақсылап там соғу керек деп қояды. 2 бөпесі бар, кеп тұрады. Апа, қыздарыңызды қолдан ұзаттыңыз ба? Қолдан ұзатып, көбісін енді сол кезде қашып кететін заманды. Малда жүреміз ғой. Апа, қазіргі осы бір қызы қолдан ұзаттым да, немерелерді қолдан ұзаттым. Апа, енді қазіргі осы рестораннан ұзатып жатыр қазірде. Сосын мынау бесікті апарып, ресторанға апарып бесік салу рәсімін жасап жатыр. Сол сізге ұнай ма? Маған оның бәрі ұнамайды. Шамам келсе, бет ашарым, бесігім, ол шамам келетін нәрсені үйде істеген жақсы. Босағада тілек қалады дейді. Оны кейбіреудің үйі тар болады, кейбіреу кісіні көп шақырады. Қанша адам шақырсам да мен қызымның қыздарын несін қолдап ұзатып үйден тойғып бердім. Дәл осыны өнеге қып, әрі қарай сіздің көрсетіп жатқаныңызды ауыл жалғастырып жатыр ма? Жоқ әлде сол кішкентай баланы, шарананы апарып 40-на дейін шығармайтын еді ғой? Бесікке салған дегенге қарсы болып отырсыз ғой, иә? Оны бесікке салу керек қой баланы. Енді жоқ, ресторанға апарып салған айтамын. Үйдің босағасында тілек қалды, сол жерден сыңсып шыққаны жақсы деп айтып жатады ғой. Қыздардың бәрінің дүниесін бердім. Одан бір қызым, ең үлкен қызым 68-де қазір. Денсаулығы болмады, соның 4 қызына дүнияны өзім істеп жүрдім. Ол кезде үлкен гарнитур басқа жоқ қой әйтеуір. Апа, енді мынау Шиелі ауданы күннен күнге дамып келе жатыр. Кеше ғана құрылтайымыз өтті, 5-ші құрылтай. Қызылорда облысында. Өзіңіз газетті көп оқисыз, кітапты, әдеби кітапты, теледидарға қарайсыз. Сонда үлкен қуаныш кеудемізді кернеді. Өйткені біздің қаламыз күннен күнге бұрынғы Астана, қазіргі Астанаға барабар деп айтсақ та дұрыс шығар деп ойлап қоямыз. Ал Шиеліміз жанданып келе жатыр ма? Өзіңізге ұнай ма? Туған жеріңізбен мақтана аласыз ба? Мен ол Шиелімен мақтанамын. Қайда барсам да біздің Шиелідей жер жоқ деймін. Қызылорда облысының ең жаңағы бақытты жері Шиелі Швейцариям деп айтатын, иә? Үлкен деп ол мақтанып айтам, барып жүрміз ғой әр жерлерге. Апа, жастарға сенесіз бе? Жастарға сенем. Осы жастар болмаса кім алады енді? Ішінде қанша болады ғой? Ішінде оның да адамы болады, бірақ осы қазіргі жастар оқыған. Бұлар бәрін біледі. Бұлар заманға сай тірлік істесе, еліміз бай қуатты болады деп ойлаймын. Амин. Апа, сіздің алтын уақытыңызды көп алып жатырмын. Осы жерге келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет айтамын. Бірақ осы өзіңіз айнаға қарағанда айнадан кімді көресіз? Енді өзі бақытты әйелі көрем өзім. Мінекей қандай тамаша. Бақытты әже, бақытқа жетудің өзі, осы сөздің ойға келудің өзі қандай тамаша. Сол 7 қыз бір ұлыңыздың, мыңғарғаңыздың осындай сізді дәрежеге жеткізгені, сіздің мынау алғырлығыңыз, жаңағы мықты өзіңіздің саналығыңыздың, оқымыстылығыңыздың арқасында осындай дәрежеге жетіп жатсыз. Ол қызға қандай тәрбие бердіңіз? Соның арқасында жаңа 66 шөбере көру деген. Енді осы бүгінгі біздің бағдарламамызды бүкіл Қазақстан көреді. Ал енді кемде кем шығар деймін, 66 шөбере, 32 немере, 7 шөпшек көрудің өзі
мынау санап отырса 100-ден асып кетеді да. Я 100 осы балдарымен 112 болыпты. Мен 112. Қорықпаймын, оны Құдай берді маған. Құдай берді, иә. Мен оны мақтануым керек. Өзім сол, мен айтам, Голошекінің уағында ұрпағының бәрін құртып жіберген екен. Шүкір Құдайға, менен енді өсіп өндіріп артында ұрпаққа батыр қой деп, тоба деп шүкіршілік жасайсыз. отырамын. Иә. Сіздің жүзіңізге қарап, сөйлеген сөзіңізге қарап, күлімдеген көзіңізге қарап, мен алға қарай менде де ұмтылыс пайда болып жатыр. Апа, 88-ге келіп, 90-ға өрмелейін деп тұрған шағыңызда өзіңіздің қуаттылығыңызды, өзіңіздің денсаулығыңыз жақсыны көріп, апа, сіздің 100 жасыңызды тойлауға барайық деп ойлап отырмын. Құдай қаласа оған да жетесіз. Алла сол жасты берсін сізге. Ұл-қыздарыңыздың рахатын көріңіз, абырой биігінен көрініңіз. Сол қиын еңбектің жаңағы бейнетін көрдіңіз, енді зейнетін көріп, омырауыңызға осындай медальдар жарқырай берсін, апа. Тылда еңбек еттіңіз, қаншама еңбегіңізді айтып жатырсыз. Бүгін біздің сұхбатымызға келіп, өзіңіздің әңгімеңізді өрбіткеніңізге сізден көптен көп рахмет айтамыз. Апа, енді жастарға сенем деп жатсыз, елге, осы біздің жастарымызға бір бәтеңізді беріп жіберсеңіз, апа. Енді үлкен адам жақсылықтан басқа не тілейді? Сұрасаң бәте берейін, үстем болсын берейін. Әр уақытта сіздерге жақсылықты тілейін. Әумин. Қыдыр келіп кетпесін, жаманда қасты жетпесін. Періште болсын жолдас, әр уақытта қолдасын. Бастарыңа бақ берсін, не берсе де нақ берсін. Қырда жүрген қызықтар үйлеріне ат кетсін. Әумин. Бастарыңнан бақтарың қаймасын, астарыңнан тақтарың қаймасын. Әумин. Осы берген еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осы берген бәтім нақ болсын. Әумин. Құрметті ағайындар, бүгін руханияттағы сұхбатта біз апамызбен қаншама әңгіме айттық. Осының барлығы шынайы өмірден алынған. Мынау бүгінгі руханияттағы рухани сұхбатымызды аяқтай отырып, сіздерге жақсылық тілейміз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі сұхбатты жүргізген Құттықыз Шайыққызы, еліміз аман, жеріміз құтты, азаматтарымыз мықты болғай.